Армысыздар, құрметті қонақтар, ата-аналар, аяулы ұстаздар, қымбатты оқушылар және қадірлі жас түлектер. Жылдағы дәстүр бойынша білімнің ордасы ұлылықтың мекенінде тойланатын сәт сапар саған жас түлек мерекесіне қош келдіңіздер. Өзің менен өлшеусіз нарқым менің, асқартау арқа тұтар алтын белім. Ұядан ұрпағыңды ұшырмаққа, қош келдің айналайын халқым менің. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имене аттаған ұл қыздарымыз ойлары толып, бойлары өсіп, алтын ұя мектебімен мектебіміздің түлектері ұшқалы тұр. Нұрлы үмітін арқалаған арқаға, жан сәулесін тарататын баршаға, шын пейілмен құрметімізді көрсетіп, ұстаздарды шақырайық ортаға. Жас түлектердің ұстаздарын ортаға шақырамыз. Ұстаздар басқан қадамды бассын деп, ұстаздың жолын құт санаған жолмен жүрсін деп, ортамызға ұлағатты ұстаздарымызды шақырамыз. Жас жүректің өмірлік құштары гүл, бағбан ұстаз, баулаған құстары бол. Қоштасып бүгінгі күн ұясынан, сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр. Ұрпағың мақтануға болса лайық. Біз бүгін мақтанайық, жар салайық. Биылғы 11-ші сынып түлектерін қол соғып, қошеметтеп, қарсы алайық. 11-ші сынып жетекшісі Балғабаева Айсұлу Дінислам қызы, бастауыш сынып жетекшісі Шиндаулова Алмагүл Бейсен қызы, Жұман Айдана Жұпарбек қызы, Байтілеуова Дилназ Өркембай қызы, Атамбай Нұршат Қуаныш қызы, Жорабаев Севинч Кудратовна, Сәрсенбай Мұхит Ерболұлы, Айдын Анар Мұхтар қызы, Уалхан Ағарыс Еламанұлы, Айтболатова Мерей Жарқынбек қызы, Жақсыбек Ерзат Қанатұлы, Мұхтарова Мөлдір Бауыржан қызы, Жалғас Сайдишанхан Бейсенәліұлы. 11-ші сынып жетекшісі Қасымбекова Асия Беккановна, бастауыш сынып жетекшісі Орынбекова Гүлмира Ержановна есімдерін құрметпен атай отырып, қошеметтеп ортаға шақырамыз. Адырыс Жандос Мамырбекұлы, Жасұзақова Аружан Талғат қызы, Арал Нұрсая Рахымберді қызы, Бейген Нұрдәулет, Саттар Әсел Алмас қызы, Ахмет Олжас Ақылбекұлы, Әслім Нұрбек Маратұлы, Жасұзақ қызы, Салтанат Қайрат қызы, Марден Диана Ерлан қызы, Күнесов Айбек Сабирханұлы, Омар Ахмаржан Ғани қызы, Сәрсенов Нұржігіт Жәнібекұлы, Шамсиддинова Айдана, Зиядин қызы, Жақыпжан қызы Мадина. Алдарыңызда 11-ші сынып жетекшісі Базарбаев Нұрсұлтан Жүсіпалиевич, бастауыш сынып жетекшісі Тангирбердиева Ұлбосын, сынып жетекшісі Айдынова Мадина Тойшыбай қызы. Мектебіміздің алтын белгі оқушысы Апсамат Әдемі Нұржігіт қызы, Жақсыбек Ақниет Талғат қызы, Валерий Ардана Бауыржан қызы, Бейгелді Сымбат, Сапарбай Нұртас Сүлегенұлы,
Мұратов Мейірбек Құдайбергенұлы. Заримбай Ақтолқын Усерхан қызы Бейсенғали Шыңғыс Бақытбекұлы. Озай Сымбат Мұхтар қызы Файзулла Бегайдар Қадырұлы. Көрпебай Аяру Бүркітбай қызы Әнде Уалихан Қалжигитұлы. Алимова Әсел Алтынбек қызы Лесбек Бейбарыс Тұрлыбекұлы. Уалхан Жасмин Темірхан қызы Казибаев Алихан Таңатұлы. Абсалам Бердібек Ержігітұлы Сатқараев Жанарыс Амангелдіұлы. Ашық деп жариялаймыз. Мектеп қой еліміздің қаны жаны, мектептен басталады бәрі-бәрі. Бүгінгі мектеппен қоштасу салтанатында шақырылсын Қазақстан әнұраны. Мектеп ұжымы түзел, тіктен, назар ортаға. Директор мырза, болашақ жалпы орта мектебінің ұжымы салтанатты жиынға дайын. Әскери жетекші лейтенант Ташим. Еркін, мектеп ұжымы түзел, тіктен. Бітіруші сыныптар. Назар туға. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалсын. Шәкірттердің оты шауып бәйге алсын, жақсыларым жақсы тілек тілейді. Ажырамай мектептен бір елісіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз, сөз берелік құрметпен өзіңізге, шәкірттерге арналсын тілегіңіз дей отырып, соңғы қоңырау салтанатты жиынының алғашқы құттықтау сөзін мектеп басшысы Асапаев Нұрлыбай Алимбаевичке береміз. Және білім бөлімінің әдіскері Қыдырбаева Тілла апайымызға береміз. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар, ұстаздар, және мектеп бітіруші түлектер. Бүгін соңғы қоңырау салтанатты шарасына қош келдіңіздер. Биылғы жылы мектебімізді 40 түлек білім ұясынан ұшып жатса, оның ішіндегі 4-еуі құдай қаласа алтын белгі үміткері, тағы 4-еуі үздік алтын белгі үміткері болып аттанып жатыр. Құрметті ата-аналар, әрине бұның барлығы сіздердің демеулеріңіздің, сіздердің
қуаттауларыңыздың арқасы деп білемін. Қанша түлектеріміз биыл кешегі ұлттық бірыңғай тестілеу кеше ол 23-ші мамыр күні басталса, алдағы қадамдары жаман емес, білім сапасы. Жалпы құрметті ата-аналар, сіздерді түсініп тұрмын. Кеше ғана мына балаларыңыз мектеп табалдырығын аттаған болса, бүгін мына мектеп табалдырығынан үлкен өмірге, өмір деген үлкен бір ағымға ұшып баратқан жайы бар. Құрметті ата-аналар, сіздер тек қана ұл қыздарыңыз, тек қана сіздерді төрге сүйреп, сіздің мақтаныштарыңыз болып жүре берсін. Құрметті мына бітіруші түлектер, әрбіреулеріңізге дүниеде барлық жақсылықты тілеймін. Өз ұл қызыма не тілесем, барлық жақсылықты сіздерге де тілеймін. Әрбіреуіңіз, қазақта айтады, шаңыраққа уық болып шаншыл қазақ деп айтылады. Әрбір шаңыраққа ие болатын, уық болатын үлкен нар тұлғалы, керегесі кең, шаңырағы биік болатын, үлкен өмір жолында үлкен бір өзінің орындай ой болатындай үлкен нар тұлғалы азамат болыңдар. Өмір деген дөңнен және сайдан тұрады. Өмір деген мектепте сүрінбей өтіп, өздерің бір жақсы маман иесі болып, өмірге жақсы бір адамзат топ жақсы болып қалыптассаңдар, біз ата-аналар мен ұстаздар сіздерді қуана-қуана сырттарыңыздан мақтай жүреміз. Сәттілік болсын, сапарларыңыз сәтті болсын, ақ жол болсын. Рахмет барлықтарыңызға. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, ұстаздар және түлектер. Баршаңызды мынау бүгінгі 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесімен Мақтаарал ауданы білім бөлімінің атынан шын жүректен құттықтаймын. Ұстаздар, еңбектеріңіз ел алдында еленіп, абыройларыңыз асқақтап, мынау еңбектеріңіз елене берсін. Ал мынау қанат қаққалы тұрған түлектер, дендеріңізге саулық тілеймін, амандық тілеймін. Болашақтарыңыз жарқын, келешектеріңіз кемел болсын деймін. Армандаған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Мынау бұйырса ұлттық бірыңғай тесттен жоғарғы балды жинап, мақсаттарыңызға жетуге шын жүректен тілектеспін. Сәтті сапар сіздерге. Мадақтама, Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Пернебаев ауылы номер 35 болашақ жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі оқудағы табыстары мен мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене қатысқаны үшін 11-ші А сынып оқушысы Орал Түймехан Ержанұлы марапатталады. Дәл осындай мәтінде 11-ші А сынып оқушысы Сәрсенов Нұржігіт Жаныбекович марапатталады. Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Пернебаев ауылы номер 35-ші болашақ жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі оқудағы табыстар мен мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене қатысқаны үшін 11-ші А сынып оқушысы Ахмет Олжас Ақылбекұлы марапатталады. Дәл осындай мәтінде Шамсидинова Айдана Зиятин қызы марапатталады. Дәл осы мәтінде 11-ші А сынып оқушысы Ыдырыс Жандос Мамыржанұлы марапатталады. Дәл осындай мәтінде 11-ші А сынып оқушысы Жас Ұзақова Салтанат Қайрат қызы марапатталады. Осы мәтінде 11-ші А сынып оқушысы Саттар Әсел Алмас қызы марапатталады. Дәл осындай мәтінде 11-ші А сынып оқушысы Омар Ахмаржан Ғани қызы марапатталады. Тура
осы мәтінде 11-ші Ә сынып оқушысы Мәрден Диана Ерлан қызы марапатталады. Дәл осындай мәтінде 11-ші Ә сынып оқушысы Жасұзақ Аружан Талғат қызы марапатталады. Осы мәтінде 11-ші Ә сынып оқушысы Арал Нұрсая Рахымберді қызы марапатталады. Дәл осындай мәтінде 11-ші Ә сынып оқушысы Әсілім Нұрбек Маратұлы марапатталады. Дәл осы мәтінде Жақыпжан қызы Мадина марапатталады. Оқудағы табыстары мен мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене қатысқан үшін 11-ші Б сынып оқушысы ең мейірімді ару номинациясы бойынша Көрпебай Аяру Бүркітбай қызы марапатталады. Оқудағы табыстары мен мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене қатысқан үшін 11-ші Б сынып оқушысы Сымбатты жігіт номинациясы бойынша Мұратов Мейірбек Құдайбергенұлы марапатталады. Оқудағы табыстары мен мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене қатысқан үшін 11-ші Б сынып оқушысы Сері жігіт номинациясы бойынша Қазыбаев Алихан Таңатұлы марапатталады. Осы мәтінде 11-ші Б сынып оқушысы Сымбатты жігіт номинациясы бойынша Файзулла Бегайдар Қадырұлы марапатталады. Оқудағы табыстары мен мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене қатысқан үшін 11-ші Б сынып оқушысы ең ақкөңіл ару номинациясы бойынша Алимова Асел Алтынбек қызы марапатталады. Осы мәтінде 11-ші Б сынып оқушысы Сүйкімді ару номинациясы бойынша Уалхан Жасмин Темірхан қызы марапатталады. Оқудағы табыстары мен мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене қатысқан үшін 11-ші Б сынып оқушысы ең ақылды ару номинациясы бойынша Бигелді Сымбат марапатталады. Дәл осы мәтінде 11-ші Б сынып оқушысы Алғыр жігіт номинациясы бойынша Сатқараев Жанарыз Амангелдіұлы марапатталады. Оқудағы табыстары мен мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене қатысқан үшін 11-ші Б сынып оқушысы Шебер жігіт номинациясы бойынша Әнде Уалихан Қалжігетұлы марапатталады. Оқудағы табыстары мен мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене қатысқан үшін 11-ші Б сынып оқушысы Инабатты ару номинациясы бойынша Озай Сымбат Мұхтар қызы марапатталады. Оқудағы табыстары мен мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене қатысқан үшін 11-ші Б сынып оқушысы Дарынды жігіт номинациясы бойынша Сапарбай Нұртас Төлегенұлы марапатталады. Дәл осы мәтінде 11-ші Б сынып оқушысы Сабырлы жігіт номинациясы бойынша Ілесбек Бейбарыс Тұрлыбекұлы марапатталады. Дәл осындай мәтінде 11-ші Б сынып оқушысы Сәнқой ару номинациясы бойынша Даримбай Ақтолқын Усерхан